Сәлем достар, бүгін пиццаның ең күшті рецептін ұсынатын боламын. Осы рецептін жасап көрсеңіздер, қамыры жұп-жұмсақ әдемі болады. Ол үшін бізге мындай бір стакан айран, оған сәл жарты чайный ложка тұз қосамыз, даже одан да аздау. Мындай тұз. Бір чайный ложка қант және дрожж саламыз. Мінекей осындай көлемде дрожж салынды. Айранымыз міндетті түрде жылы болу керек. Енді осыны жақсылап араластырамыз және де үстіне 100 грамм сливочный май құятын боламыз. Мінекей айранға тұз, қант, дрожж салынды. Енді 100 грамм майымызды құямыз. Майымыз құйылды. Жақсылап араластырып, бір жұмыртқа саламыз. Жұмыртқасын салып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқасын салғаннан кейін шамамен 4 стакан ұн салып, өте жұп-жұмсақ қамыр қылып илейміз. Мінекей менде осындай қамыр болып иленді. 4 стакан ұнға. Ұнын көп салып жүрмеңіздер, әйтпесе нан қатты болып қалады. Енді бетін жауып 1-2 сағатқа жылы жерге қоятын боламыз. Ал егерде сіз 1-2 сағат күтамаймын дейтін болсаңыз, дрожжсыз дәл осындай рецептпен жасасаңыз да болады. Оны бірден салып пісіресіз. Ал дрожжбен жасайтын болса, ол одан да өте жұп-жұмсақ болады. Мінекей достар, қамыр осындай пышный болып көтерілді, өте күшті болып. Қазір соны жаятын боламыз. Бұны үстіне начинкасына мен помидор қосамын, обязательно колбаса қосамын. Колбаса жемейтіндер курица қосуына болады, тауықтың етін. И огурцы, либо соленые огурцы. Ал сырды ең соңында пиццамыз пісетінге 5-10 минут қалған кезде саламыз. Мінекей осылай 4 бұрыш тұрып дайып шыққан. Енді үстіне кішкене майонез және кетчуп жағып шығамыз. Мінекей осылай жағып шықтық, майонез, кетчуп. Енді үстіне огурцыйын, помидор, колбасасын тездетіп жайып шығамыз, салып шығамыз. Пиццамыздың приправаларын салып біттік. Енді осылай печкаға саламыз. 25-30 минутқа 180 градус. Пиццамыз 30 минут тұрды печкада. Енді үстіне сырын салып, бір 5 минутқа, 4-5 минутқа тағы да қойып аламыз. Сол кезде кескен кезде сыры прям созылып күшті отырады. Тестадан көреміз. Тестасы жұп-жұмсақ. Мінекей сыры көрдіңіздер ме, осылай созылып тұрады. Тестасы күшті мягкий қой.